Открывается. Бізге жоғарғы көтерілу керек. Кеттік. Егер де біздің видеоларымыз сіздерге ұнап жатса, лайк, комментарий, подписка барынша қолдау күтеміз. Сэндвич. Стол отырып аламыз қарынды. Ау? Вся молодежь Казахстана, все студенты полностью поддерживают вашу политику. Нұрсұлтан Назарбаев мынауында отыр ма? Иә, Қайрат Нұртаспен. Қайрат Нұртаспен. От лица всей молодежи Казахстана выразить вам искреннюю благодарность за все то, что вы делаете. Ағаны өзінен сұрай? Шок ма? Ағаны сұрай, жұмыс істеп отыр қазір, иә? Қарызырайық шешке. Азамат қой. Аған кіруге бола ма? Конечно. Мынау сіз ба не? Я внимательно слушал вашу речь и сделал для себя главный вывод. Сіз ғой. Наша партия Не таңдалсын. Я через красавчиксіз ғой? молодежь А бар. Жас кезім ғой, 16-шы жыл. 16, иә. Студент кезім. снова Назарбаев мынауында қалай отырсыз? Сөйлестік қой мысалы. Қалай болды жалпы бізге айтып берші, қызық болып тұр бізге. А молодежь это Давай айтып берші. Қызық бізге. Айтайын ба? Иә. Ондай болса, балалар. Отырыңдар, сендерге айтып берейін. Ой, аға қумайсыз. Бір балаңыз бар ғой, не қуа? Кәдімгі отырып айтайын. Давай. Айтсам айтып берейін, бұл қызық оқиға болды. Сонымен, короче, 2016 жылы, февраль айы, мен ойымша, жалпы оның алдында бір орташамен декабрлерде біздің университетке қонақтар келді. Бішкектен қонақтар келді да, жастар тоже, короче. И мен сол жерде студент үкіметтің ол кезде вице-президенті. Назарбаев университетінің ба? Жоқ, десеңе, Гарвард университетінің, Назарбаев университетінің. Енді қызмет қой әлі жерде. Сол қонақтар келген кейін маған айтты, сен соларға презентация жаса. Университет туралы айтып бер деді. Түсінікті ғой? Университет жайында. Я олар бір осындай комнатаға жиналдық, мен айтып бердім. Университет мынандай жастар ісі жөнінде мынандай жұмыс істеп жатырмыз, мынау студенттік клубтар аншама деген секілді. Сонымен ол декабрь айы, 15 жылдың декабрь айы. Сонымен ол біткеннен кейін шықтық бәріміз бөлмеден. И сол шетелден келген қонақтарды, шетел деген Бішкектен келген ғой. Шетел деп айта берейін. Шетелден келген қонақтарды қарсы алып келген кісі маған келді да, бауырым Дәурен, рахмет деді. Оқасы жоқ дедім, мен таныдың ба деді ана кісі. Жоқ дедім. Жоқ дедім, кешіріңіз дедім. Көк тудың желбіреген деген әнді білесің бе деді. Әрине білем дедім, соны айтатын мен деді. Ибрагим Ескендір деген ағам екен сөйтсем ол. Боксшы. Боксшы қазіргі. Иә. Ол сол жас отанның орталық аппаратында істейді сол кезде. Сонымен аға танысқаныма қуаныштым деп сол жерде таныстық ағамен. Сосын ол туралы ұмытып кеттім жалпы. Қуандым енді жұлдызбен танысқаныма. Ол туралы ұмытып кеттім. Сосын сол февраль айында как раз біздің студенттік үкіметке президент болуға үміткер едім. Сөйтсем мен жүргенбіз, президент боламын, маған дауыс беріңіздер деген секілді. Сонымен февраль айы келді, маған хабарласады адамдар. Дәурен, февраль айында Нұр Отан партиясының 17-ші ма съезді болады. 17-ші мен есімде бойынша. 17-ші съезді болады, соған сен жастардың атынан сөйлейсің ғой. Конечно, сонымен қуанып кеттім, короче. Сонымен сол Ибрагим Ескендір ағамның арқасында соның кеңесі бойынша мені сол жаққа шақырды. Сонымен шақырды, бардым, текст жаздым, мынандай нәрсе айтамын, таңда жастар бәріміз білім алып жатырмыз, мынау деген секілді тексті жаздым. Қысқа уақыт болды айтпақшы. Мен барсам, менімен бірге сөйлейтін адамдар, спикерлер ғой енді, сөйлейтін адамдар бір ай болған екен дайындалып жүрген. Біреу Атыраудан келген үлкен кісілер да, олар мен жастардың атынан. Бір ай бойы дайындалып жүрген, маған бір 2 апта ма сондай қалды. Сонымен бір ай өтті, дайындалдық. Сол болатын күн, деп есептесек, болатын күні азында тұрып, ертерек киініп бардым. Неге бардым? Тәуелсіздік сарайына бардым. Тәуелсіздік сарайына бәрі жабық, охрана, өйткені президент келеді, адам толы ағаның ішінде. Айтпақшыдай дайындалып жүрген кезде
Бейбіт Ыстыбаев деген кім екенін білесің ба? Иә. Күрескер ме? Иә, қазақ барысы. Иә. Сол ағамен танысып, ол менің туған әпкеммен оқыған Таразда. Мен мамам оған мұғалім болған, бір районда өскенбіз ғой негізі. Сонымен ол Бейбіт аға да келді, короче, ол мынау квадратный стол, соның ар бетінде отырады, мен мына бетінде отырады екенмін. Өз орнын бар таптым. Отырдым, Дәурен Лесхан деп жазып тұр. Жан-жағымдан қарасам, мына жерде Қайрат Нұртас деп жазып тұр. Болды деген соң, Қайрекен өзі келіп, амандасамыз деп. Сонымен отырдым, и бір кезде енді адамдар көбейіп жатыр. Енді келіп жатыр ғой, бәрі келіп жатыр. Бүкіл нелер биліктегі адамдардың бәрі отырады ғой сол жерде. Байқасаңдар, менің артымда да сол биліктегі. Иә. И Қайрекен келіп отырды, короче. Ассалаумалейкум деді, өзі айтты. Алейкум. Енді как отырмын ғой, мен отырсам, значит, мен де значимый адаммын ғой, по идее. А так, қарапайым студент деген кім? Түр бермен, алейкум деді. Сөйтіп, отырмыз, басталды. Қазақстан Республикасы президенті, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев деді. Бәріміз тұрамыз, ол кісі кіреді, енді ана кісінің энергетикасы деп айтады да, бәрі. Шынында мен сезім сөзі. Енді кәдімгідей энергетикасы керемет та ана кісінше. Енді бүйтіп қарап тұрасың, кіреді. Добрый да, тірші. Бүйтіп емес, бүйтіп күліп, бәріне сен де бүйтіп кәдімгідей өзің бір танитын адамың сияқты бағынып кетеді да. Бірақ алыста отырды да. Сонымен ол кісі отырды, сосын сөздер кетті. Сөйлейді, анау спикер, мен соңындамын. Анау спикер, мынау өзінің сөздерін сөйледі, Бейбіт те сөйледі, Бейбіт ағам. Келесі сөйлейтін Назарбаев университетінің студенті Лесхан Дәурен деді. Кәттік, микрофонды қостым. Былай қарам, сәрсен. Уважаемый Нұрсұлтан Абишевич, кеттім ана жерде. Уже ұмытып кеттім, не айтып отқанымда. Ну, как бы, уайым деген кетіп қалды. Жібердім. Бар екен, репетиция көп жасағым ғой. Айттым. Ана жерде уайымды ұмытып кеттім уже. Кірісіп кеттім тілікке. Айтып болдым. Бір кезде микрофон қосылған естілді. Опа деген ғой. Өйткені көп адамдар сөйледі да, ол микрофонды қосқан жоқ ол. Мен сөйлеп болғаннан кейін осы жерде кульминация болды да. Микрофонды қосты, сол кезде жүрек дүрсілдеді. Бірдеңе дейді. Бір нәрсе дейді ғой. Незапланированный нәрсе айтады да, как бы текст емес ол. Негізі Дәурен дұрыс нәрселерді айтып жатыр деді. Йо, мен атымда Дәурен, мен ба? Дәурен деген мен. Қайрат Нұрсұлтан. Сонымен Дәурен дұрыс нәрсе айтып жатыр. Білімді жастар бізге қажет. Анау тағы бір сөздерді айтты. Сондықтан да Дәуренге сәттілік тілейміз деді. Именно сол моментте менің төбем көкке жетті оған. То есть мені атымды атап сәттілік тілейміз деді. Президент еще. Елбасы мысалы біздің бүкіл елімізді аяққа көтерген кісі қандай не. Бақ шабама деген бір сөз бар қазақта. Осы ненің айта кетерім сендерге. Бұл нағыз бақ. Мен оны білген жоқпын. Өмірімде мен білген жоқпын осындай бір сәт туатынын. Ешкім негізі білмейді өмірімізде қандай қызықты сәт туатынын. Бірақ біз қолымыздан келетін нәрсе, бірақ нәрсе бар. Ол сондай сәтке дайын болу. Бір сұрағым ғой, не істейін сәтті болу үшін деген. Бір формула бар. Сәтті болу тең мүмкіндік плюс сол мүмкіндікке дайын болу. Енді осы формуланы қалаңдар, жігіттер. Сәтті болу, бақытты болу біздің мақсатымыз өмірде. Осыны болу үшін екі нәрсе керек екен. Мүмкіндік керек, және сол мүмкіндікке дайын болу. Енді екі мына алатын болып қарайтын болсақ, мүмкіндікті біз басқара алмаймыз. Мүмкіндікті бізге өмір береді. Мүмкіндікті өмір береді. Әртүрлі мүмкіндіктер бар, сәттері бар. Сәт, мүмкіндік деген қазір бірдей қолданып отырмын. Әртүрлі сәттер бар, мүмкіндіктер бар. Жақсы, жаман, әртүрлі сәттер бар. Біз бұны басқара алмаймыз. Бұны біз басқара алмаймыз, бұл туралы ештеңе істей алмаймыз. Біз нені басқара аламыз? Дайын болуды басқара аламыз. Яғни біз өмірімізде бақытты болғымыз келсе, әртүрлі сәттерге, мүмкіндіктерге дайын болу керекпіз. Мына дайын болу дегенді не деп түсінеміз? Яғни өз-өзіңді дамытып жүру әрдайым. Мүмкіндік деген біз мына жерде жақсы нәрсені аламыз ғой. Мысалға, маған Ибрагим Ескендір ағам жас отанның атынан осындай мүмкіндік сыйлады. Дәурен, саған мен мүмкіндік деді.
осындай президенттің алдында сөйлеу. Осы мүмкіндікке егер мен дайын болмағанымда, бұл мүмкіндікке дайын болмағанымда, мен алмас едім. Мен өмір бойы осыған дейін менің ағаларымның, әпкелерімнің, мұғалімдерімнің жолдауымен дайындалып жүрдім бір нәрсеге. Ол не? Тілді жақсы меңгеріп жүрдім. Өзімнің көшбасшылығымды дамытып жүрдім. Ұйымдастырушылығымды дамытып жүрдім. Да, грубо говоря. Жұрт алдында сөйлеу мәнерін дамытып жүрдім. Бірақ мен білген жоқпын Назарбаевтың алдында сөйлейтінімді, бұндай мүмкіндік туатынын білген жоқпын. Сендер де білмейсіңдер ешқайсылар. Бірақ бір нәрсеге дайындалып жүресіңдер. Құдай қаласа бір нәрсе болады деген секілді. Сөйтіп дайындалып жүрдім. Мүмкіндік келген кезде формула толық болды ғой. Мүмкіндік бар, мен дайынмын. Сәтті болды. Көрдіңдер ме, достар? Сондықтан да өз-өздеріңді дамытып, жан-жақты дамып, білімдеріңді дамытып, денсаулықтарыңды жақсы ұстап, қабілеттеріңді, профессионалдық қабілеттерің бар, кәсіби қабілет, жеке қабілеттерің бар, әртүрлі қабілеттеріңді дамытып жүру не үшін керек? Мүмкіндік туған кезде дайын болу үшін керек. Сол үшін, құрметті достар, көрермендер, осы формуланы жаттап алсаңыздар, сіздердің өміріңізде қандай да бір мүмкіндік туған кезде, оны сіздер білмейсіздер қандай мүмкіндік туатынын. Керемет мүмкіндіктер туы мүмкін, сіздер дайын боласыздар. Дайын болғандықтан сәтті боласыздар.